Еңсені басып апшыны қуырған қарашаның суық жаңбыры 2 күннен бері толассыз жауып тұр. Әуелгіде азынаған желін ала келіп, ашулы басталып еді. Бірер сағаттан соң арыны басылып, шаршамайтын баяу-сарынға көшіп алды да, асфальт жамылған, абыр-сабыр қаланы момбақанда мүсір кейіпке түсіп кетті. Өлмей шаруасы бітпейтін көшедегі ағылған адамдар да сиреп, жылы үйлерінен бас шығаруға жиреніп, тым-тырыс жатыр. Алдағы күндердің бұдан да ауыр боларын ойлап, сары ала жапырақтар сары уайым құшағында үнсіз тұр. Алып бара жатқан шаруасы болмаған соң, Зейнеп те далаға шығуға ерініп, 3 күннен бері 2-ші қабаттағы 2 бөлмелі үйінде қамалып отыр. Жүргінші дейтіндей, осы маңдағы бір үйлерге арнайы ат басын бұрып келген адам болмаса, бұл төңіректе жаймашуақ күндердің өзінде де бейсауат адам бола бермейді. Өйткені қаланың аэропорт жақтағы ауданы боп саналатын бұл маңда артық ауыз дүкен, жұрт көңіл көтеріп, серуен құратын мәдени орындар атымен жоқ. Тек күнделікті тіршілікке қажетті аса зәру заттар сататын азық-түлік ларектері мен ұсақ-ұста будкалары, бірен-саран газет киоскілері ғана бар. Түскі шайын баптап ішсе болды, қазаның да ас қайнамаса да қабақ шытпайтын Зейнеп бүгін еш нәрсеге зауқы соқпай, тіпті 2 көшеден кейін орналасқан азық-түлік ларегінен ертелеп барып шайға қататын сүт алып келуге де қала берді. Көршілерден сүт сұрауға да ерініп, үйдегі өзінің барымен базар қып отыр. Күн батып, жаңбырлы даланың қараңғылығы тез қоюланып бара жатқан шақ. Үй ішіндегі заттардың да көзден ғайып боп, қабырғалардың ғана болмашы бозарып тұрғанын Зейнеп ас үй мен өзге бөлмелердің арасында күйбеңдеп жүріп ақ байқамай қапты. Бұл үйде не тіршілік болсын, орны ойсырап, бітпей тұрған ешкеңе жоқ. Бәрі дайын, бәрі бар. От жақпайсың, су тасымайсың, 2-3 күнде бір рет дүкенге барып, қу тамақтың тесігіне тықпалайтын, оны-мұны әкеп қойсаң болғаны, қылт етіп жұрт көзіне көрінбей жата бер. Сенің біреуге, біреудің саған қажеті жоқ. Мейірбандыққа жаратылған адамды тас бауыр ететін қала тіршілігі-ай десеңші. Бірақ тас бауырсың деп кімді кінәлайсың, неге кінәлайсың? Бәрінің өз тірлігі, өз шаруасы өзінде, қайта баса көктеп кіріп барса, өзгенің тыныштығын бұзудан да қорқады емес пе? Оның пенсияға шыққанына 1 айдан енді ғана асты. Пенсияға шықсам қимылсыз жатып бір демалар мынау деп ойлаған. Қайда, керісінше, жұмыста жүргені жақсы екен, әйтеуір алдыңдағы жұмысты ғана білесің. Ал қолы бос адамның қарайламайтыны, араласпайтыны қалмайды екен, және сенің араласқан ісің бітіп жатса екен-ау, ешқашан бітпейтін, өнбейтін, көзге көрінбейтін, тыңғанынан уайымы мен күрсінісі кеп, ұшы қиырсыз бірдеме. Балалардың қамы ойбаяғы. Олардың мұнымен инедей де ісі жоқ, бірақ Зейнепке олар мұнсыз өмір сүре алмайтындай, бәрі де аналарының қамқорлығын сарылып күтіп отырғандай көрінеді. Бәрінің әйелдері бар екенін, бұның ақылынан гөрі олар әйелдерінің ақылын көбірек тыңдайтындарын әйтеуір жер бетінде. Анамыз бар деп ауызбен айтып қойғандары болмаса, енді сол анасыз ақ өмір сүре алатындарын ол ешқашан ойлап көрген емес. Ойламайды да. Ойласа да ол ойға бағынғысы, мойынсұнғысы келмейді. 1 сағатқа аналары көзден таса болса, мына жалпақ дүниеде жалғыз қалғандай мамалап жылайтындары қайда. Күйеуі қайтыс болып, 4 баланың ортасында жалғыз қалғанда, оларды асырап жетілдіру үшін амалсыз қара жұмысқа араласпады ма? Ол кезде бала бақшада орын аз, балаларды қолы бос көрші қолаңдарға, алыстағы таныстарға тастап, қас қарая бәрін жинамаушы ма еді. Сол кезде осы әлжуаз мамалары бар дүниенің тұтқасын ұстап тұрғандай, онсыз мына дүние қараң қалардай көрініп, бәрі тұс-тұстан анталап кеп құшақтаушы еді ғой. Содан автобустан автобусқа отырып, суық үйге түн ішінде жиналушы еді-ау. Бәрі ушу боп жүріп пешке от жағып, қазанға май шыжғырып, көңірсітіп пияз турап, өзге жұрттың алды жата бастағанда, бұлар абыр-сабыр боп кешкі тамақ ішуге отыратын. Тамағын ішіп болар болмаста 5 жасар ертай столға маңдайын тіреп ұйықтап қалатынды, ал ересектері өз төсектерін өздері салып, мама, қасымызға келіп жатшы деп сөйлеп жатып, мамаларының қазір деген даусы 2-3 қайталанғанда тұяқ серппей тым-тырыс ұйықтап кетуші еді. Тек жүргегінен қағылездеу өскен 7 жасар Нәзипа ғана шешесінің жат дегенін тыңдамай, ыдыс-аяқ жуысып, күні бойы көрген білгенін айтып, екеуі бірде күліп, бірде мұңайып, бірде жылап жүріп төсектеріне бейуақта кеп жататында. Нәзипа мұның мойнынан тасқып құшақта болатын. Бүгін күні бойы не істедіңдер?
дейді мамасы бірден ұйықтап кетпейтін болған соң әлдене дегісі кеп. Ойнадық. Қыдырдық. Қайда қыдырдыңдар? Магазинге барды. Мені ертіп барды. Сол жерден өзіне бантик алды. Әдемі, көк болғанда бар ғой, көкпеңбек. Сонан соң балмұздақ жедік. Ол жеді. Ол өзіне ғана алды. Неге саған алмады? Білмеймін, бірақ маған балмұздақ жеуге болмайды ғой. Тамағым ауырады. Сонан соң сен ұрсасың. Мен ауырсам, сен жұмыстан қаласың, сонан соң саған ақшаны аз төлейді. Зейнеп оған білдірмей жаймен ғана күрсініп қойды. Өн бойындағы ду-ду еткен аянышты сезімдерді бас көтеріп келе жатқанда басып тастамақ боп қайта сөз бастады. Сонан соң қайттыңдар ма? Жоқ, ол айтты, Ризаны айтам, сол жердегі кішкентай паркке барайық деді. Соған бардық. Самолетке отырдық. Маған өте ұнады. Оған да. Сонан соң Риза тағы отырды. Мен қарап тұрдым. Неге? Сол самолетке көп отырудың қажеті жоқ қой, Басың айналады. Суық тиеді. Көп отырудың керегі не? Бір рет отырсаң да жетеді. Сонан соң мен қарап тұрдым. Болды, ұйықтай ғой енді. Нәзипа сөйлеп жатып ақ ұйықтап кетті. Зейнеп мойнын қысып бара жатқан қызының қолын босатты да үн-түнсіз егіліп жылады. Таңертең ерте тұрып, бірін мектепке, бірін таныс үйлерге қайта таратады. Өзгелермен салыстырғанда жігіт боп есептелетін, қазір бұлармен сыйыса алмай, сонау Сахалиндегі Холмск деген қалада кеме капитаны боп жүрген Бектор жарты құрсақ боп мектепке кетіп бара жатып, мама, 15 тиынға ештеңеді келмейді, 30 тиын берші. 2 пирожки мен 1 лимонад ішпесем, үйге келгенше әбден қарным ашады демесі бар ма? Өзі шетін түскі тамақтың есебінен оған тағы 15 тиын қосып берді. Ол мәз боп күліп мамасының бетінен сүйді. Өмірде жолы болмай, тегіс жерден сүрініп опық жеп жүретін, қазір Чита жақта түрмеде жүрген Салауат та мұның қасына жатпаса ұйықтамаушы еді. Ол кезде тіршіліктің барлық тіні мамаларына кептірілетін. Қорықса да мама, қуанса да мама, күлсе де мама, қайғырса да мама, мамасыз өмір жоқ еді. Енді олар маманың ақылына да, алақанына да, қосымша 15 тиынына да зәру емес. Пенсияға шыққан бір айдың жүзі бойы Зейнептің ойы оңға, ақылы алтыға бөлініп, өзі жайлы, өмір жайлы, балалары жайлы сарылып ойлаумен болды. Қанша ойласа да, қанша санасын сарылтса да, балаларының өзіне деген бұрынғы ыстық ықыласын таба алмайтын секілді. Шынымен бе, шынымен олардың осы кеткені ме? Енді олар мына жаман шаңыраққа қайтып оралмай ма, бәрі мұны ортаға алып, тұс-тұстан кеп мамалап ұмтылмай ма? Мұның енді ешкімге керегі болмай қалғаны ма? Расымен бе? Өмір заңы деп айта беретін нәрсе осы ма? Ана баланы туады, ол жер бетін шарлап кете береді, өзін дүниеге әкелген, өзі дегенде айлар бойы кірпік ілмеуге, нәр татпауға дайын ұлы жүректі ол ұмытуы керек, келе қалса моласына топырақ салуға келеді, үлгермесе ол да жоқ. Осылай, ол өмір заңы. Осылай заңдастырылған. Осылай қалыптасқан. Пенсияға шығып аздап өзімен өзі болған соң, түнемеге көз ілмей шыққан сәттерде Зейнептің ой санасы да осы төңіректі маңайлап жүріп алады. Әсіресе еңсені басып қабақ тұнжыратқан қарашаның мына бір суық жаңбыры да оның ойын қайдағы бір қараңғы қалтарыстарға қарай қақпайлай беретін секілді. Ол өмір жайлы, өмірдің өткіншілігі мен қысқалығы жайлы бұрында ойлайтын, тіпті күйеуге шықпай тұрған кезінде де ойланатын. Бірақ олардың бәрі де тай тұсаудай қысқа, жазғы жаңбырдай ызғарсыз өте шығатынды. Өйткені ол шақта өмір бітпейтін жол, кәрілік жетпейтін төбе, жалғыздық төнбейтін пәле боп көрінер еді. Кешеден бүгінге, бүгіннен ертеңге, бір жыртықты жамаса екіншісіне ала өкпе боп асығам деп жүріп жас ғұмырының, қайратты ғұмырының өте шыққанын байқамай қалыпты. Япыр-ау десеңші, пенсияға жеткенше мұның тағаты таусылып, кейбір кеңсе қызметкерлерімен жұмысты жай істейтіндер деп сөзге келісіп те қалмадым. Ал асықты, жетті, енді бұдан әрі не болмақ? Керегі болсын, болмасын, алыс жақында тұратын балаларының тірлігіне орынды орынсыз араласып, өзін-өзі зорлап бөтен өмірге таңа беру керек пе? Бөтен өмір. Рас-ау, қанша қатал болса да өз балаңның өмірі қара шаңырақтан 40 қадам ұзаған соң ақ
бөтен өмір болатынын мойындамасқа лажың қалмайды деген ғой. Өзің бөтенсімейсің ау, жағдай бөтенсейді, өйткені ол жағдайлар сенсіз ақ шешіледі. Балаларынан осы қалада тұратыны, баяғы стол басында ұйықтап қала беретін Ертай келін екеуі бүгін үйге бір жолы көшіп келеміз деп кеше телефон соққан. Әй, оның да әуресі бір басына жетерлік болды ау. 25-те жасы болса да, осымен екінші рет үйленіп отыр. Өлгіде бұлардың үйлері 3 бөлмелі болатын. Бұл үйленген соң бөлек шығару керек болды. Келіннің мінезі жайсыздау, есіл-дерті бөлек отауға шығу екенін байқаған соң, Зейнеп оларға кесірімді тигізбейін деп 3 бөлмелі үйін 2 бөлмелік және 1 бөлмелік 2 үйге айырбастады. Кейін біздің баламыз болады, ал сіз енді бала тумайсыз, 2 бөлмені бізге беріңіз деп келіні біраз қияңқылық танытты. Мен бала тумасам басқа жақтан немерелерім келеді, жападан жалғыз қу бас болып отыра береді деймісің. Тілің қандай ашет деп Зейнеп оның дегеніне көне қоймады. Ертай бәрібір онымен ұзақ отаса алмады, екінші жылы ажырасыппында. Зейнеп бұған қуанбаса қайғырған жоқ, екеуі осы үйде тұра берді. Өткен жылы ол тағы отау көтеріп, кәдімгідей тату-тәтті өмір сүріп отыр еді, екеуі тал күбідей тағайыныды. Келін айтты, оқуға алыс деп, ол әлі студент болатын, баласы айтты жұмысқа қашық деп. Сөйтті де, табан асты келіннің орталықтағы әке-шешесінің қолында тұратын боп шықты. Ал Зейнеп болса, сол балалардың бәрін осында тұрып ақ жетілдіріп, қаланың қақ ортасындағы жұмысына қашықсынбай, осы жерден қатынап ақ істеп еді. Әні, жастардың жаны ардақты, олар біз сияқты маубас емес деп ойлады ішінен ол. Бүгін міне, әні міне Ертай келінді ертіп кеп қалар деп, есікпен қара телефонға қайта-қайта қарайлап отырған жайы бар. Әзірге есікте, телефонда жым-жырт. Сыртта жаңбыр күшейе түскен секілді. Арты қарға айнала ма, ұйтқыған желмен әлде жаңбыр, әлде қар қиыршықтары терезені сытыр-сытыр соғады. Күте-күте жалыққан соң, Зейнеп ас үйге кіріп шай демдеді, асықпай демдеді. Асықпай кесеге құйып, енді еріне апара беріп еді, есік қоңырауы да баж ете қалды. Келіні мен баласын күтіп отырса да, ол алғашында селт ете түсті де, ізінше жүрегі лүпілдеп келді. Ой, тентектерім сол деп орнынан күбірлей көтерілді. Ол өз аяғына өзі сүрініп, орнынан тұрам дегенше қоңырау тағы қағылды. Әй, қазір, деп айғайлады Зейнеп есік жаққа сүріне қабына ұмтылып. Өздері күні бойы күткізетте, енді жаны ұшырып бара жатыр. Күні бойы бір телефон соға салсаңдар болмас па еді. Сөйлеп жүріп есікті ашты да. Ой, түрлерін құрысын, ал кірің ол дер деген көпті жалғауды айтып үлгіре алмады. Есік алдында Ертай да емес, келіні де емес, шляпасының етегінен су сүмектеген, үсті басы малмандай, жасы 60-65 шамасындағы бейтаныс ер адам тұр еді. Зейнеп бұдан әрі не дерін білмей сәл ғана сәтке мүдіріп бейтанысқа қарап қалды. Иә, сіз кімнің үйін іздеп жүр едіңіз? Деді ол аздап шошынып қалғанында жасыра алмай. Қалай десем екен деді, бейтаныс күлетін жағдайда тұрмаса да зорлана езу тартып. Мұнда сіздер тұрып жатыр екенсіздер ғой, ол кемпірмен ісі болмай, есік тұтқаларына, есіктің дермантиніне, босаға мен табалдырыққа назар аударып, алақанымен сипап өтті. Зейнеп бейтаныстың бұл қылығынан секем алғандай оған таңырқай қарады. Бейтаныс есік тұтқасына 2 саусағын тигізіп, әлі тұр екенсің ау, амансың ба? Деді ескі досымен кездескендей елжірей сөйлеп. Басқа бір үйге келіп, үй иесінің қарсы алдында тұрып, есік тұтқасымен сөйлесіп кеткен адамның есінің дұрыстығына күмән келтірген Зейнеп енді тіксіне сөйледі. Сіз кім боласыз өзі? Кімді іздеп жүрсіз? Бейтаныс өзінің қайда тұрғанын енді есіне түсіргендей, Зейнепке қарап, аз-кем абдырап қалды. Мен жолаушы едім деді, ол шляпасының суын сілкіп. Аэропорттан келе жатырмын. Әлгінде таксиден түскен соң үйлеріңізді көп іздеп қалдым. Маңайларыңыз өзгеріп кетіпті. 50 жылда ел жаңа деген осы ғой. Сүнсем бұйырмасын деді Зейнеп иығын қозғап. Сонда іздеп жүргеніңіз кімнің үйі?
Бейтаныс қабырғаларға суын шашыратып, шляпасын тағы бір екі сілкіп қалғанда, одан ұшқан ұсақ тамшылардың 3-4-еуі Зейнептің де бетіне бұйырды. Мұныңыз не, адамға қарай суыңызды шашып? Қас қарайғанда ерігіп қайдан жүрген адамсыз? Бұл үйде сіз танитын адам тұрмайды. Зейнеп есікті сарт жапқалы. Тұтқа ұстап тұрған оң қолын қозғалта беріп еді, бейтаныс оған аса бір мейірімді күлкімен езу тарта қарады. Өрескел қимыл танытсам кешірерсіз деді, осы бәле болды ғой дегендей су шляпасын басына киіп. Мен баяғыда үйде тұрып едім. Зулап бара жатқан заман-ай десеңші. Бұл қаланы көрмегеніме 20 жыл бопты. Өмір өзгерді, жас ұлғайды. Жас ұлғайған соң өткенді көп ойлап, оны сағынады екенсің. Алдың сағым, артың сағыныш. Беймезгіл уақытта кеп, беймаза әңгіме айтып кеттім-ау. Мына тұтқаны, ол оны тағы ұстап қойды да, басын шайқап күліп жіберді. Оның тарихын айтып жатудың сізге керегі қанша? Ол Зейнептің жүзіне назар тоқтатып бір қарап алды. Дегенмен кәдуілгі қала тұрғыны секілді бейтанысқа қарақшы көргендей бажырайып қарамайды екенсіз. Түсіңіз игі. Балаларыңыз біраз бар-ау шамасы. Әрі сабырлы, әрі сыпайы, әрі бірдеңені біліп еркін сөйлеп тұрған мына кісінің үніндегі жылылық Зейнептің бастапқы кездегі оған деген күдігін біршама сейілтіп, әлгіндей бетіне шашыраған судың салқынын томыртқалап өткендей болды. Япырай, келеңсіз жағдай боп тұрғанын қараңызшы деді Зейнеп әрі-сәрі күйде. Үйге кіріңіз дейді десем, оның реті жоқ, мен сізді танымаймын, кірме деп айтуға тағы да ауыз бармай. Ар жақ, бер жақ боп тұра беру тағы ыңғайсыз. Ал сіз болсаңыз мынау құдыққа құлап шыққандай. Не де болса үйге кіріңіз, бұрын тұрған болсаңыз үшін көріп кеткеніңіз жөн шығар. Бас кесер емес шығарсыз. Ой, көп рахмет. Деп бейтаныс Зейнептің соңғы сөзіне кеңкілдей күліп алды. Ішке кіріп шығайыншы деп айтуға аузым бармай тұр еді. Ол табалдырықта аттап үйге енген бетте жан-жағына асықпай қарап шықты да, дәліздің қарсы беттегі қараңғылау түкпірінде киім ілгіштен екі қарыстай жоғарыдағы шегеден жуан, қазықтан жіңішке сүңгіге көзі түсіп қимылсыз қалды. Әлі тұр екен-ау, деді бейтаныс күбірлеп. Ойбай-ау, сыртқы киіміңізді шешсеңізші. Су сүйегіңізден өтіп кеткен шығар, ол қазықты тап қазір біреу суырып алып кетейін деп тұрған жоқ. Иә, солай екен-ау деді бейтаныс зорлана езу тартып. Рахмет, ол плашын шешіп киім ілгішке ілді. Ал рұқсат болса, басқа бөлмелерді де қарап шығайын. Қарап шығыңыз, сол үшін кірген жоқсыз ба? Зейнеп оның алдына тапочка қойды. Аяқ киіммен ішке ұмтылып бара жатқан бейтаныс ұялғаннан абдырап қалды. Ой, кешіріңіз, бәтіңкемді шешуді де ұмытып кетіппін ғой. Ол бір қолымен қабырғаға сүйеніп, екінші қолымен тез-тез бәтеңкелерін шешті де, аяғына тапочканы суға салып ішке қарай беттеді. Келесі бөлмеге енер алдында бейтаныс бұрын көрмеген кемерден суға секіргелі тұрған адамдай сабыр шақырып, сәл аялдады да, демалысының жиілегенін жасыра алмай соңында келе жатқан Зейнепке күлімсірей бұрылды. Зейнеп оның жанарынан үлкен тебіреніспен толқуды көрді. Қанша дегенмен 20 жыл өтті ғой, деді ол өзінің толқып тұрғанын Зейнептің байқағанын сезіп. Сөйтті де, неге екені белгісіз, шалбарының оң жақ қалтасынан орамалын алып, пиджагының қалтасына салды. Екеуі дәлізбен жататын бөлменің ортасындағы залға кеп тоқтады. Кіреберіс оң жақ қабырғадағы диван мен қарсы беттегі телевизор және келе қалған кісілер үшін. Қойылған 3-4 орындық болмаса, мұны зал деп атаудың өзі де қиын еді. Өйткені терезе жақ қабырға мен телевизордың жанынан тағы екі кереует, тозығы жеткен сары тумба мен аласа торшер орын теуіпті. Үй іші әлдеқандай бір салтанатқа дайындалғандай ерекше таза әрі жинақ екен. Бейтаныс ұйықтайтын бөлме мен ас үйді қарап шықты. Зейнеп оны күтіп екі ортада қимылсыз тұрған. Әлден соң ол Зейнептің қасына келді. Әлдеқалай ой құшағында жүріп ол көзіне жас алды ма екен, қасына кеп тоқтағанда орамалы мен мұрнын, маңдайын сүртіп, баяу ғана тіл қатты. Менің атым Айтөре деді ол тап біреу аты жөнін қинап сұрап тұрғандай жанарын жерден көтерместен. Фамилиям Асқаров, өтіп бара жатқан жолаушымын. Яғни, қазіргі сөзбен айтқанда, транзитті жолаушымын.
Самолетімнің ұшуына, ол сағатына қарап қойып, самолеттің ұшуына 3 сағат қапты. Қазіргі кезде Новосибирскіде болушы едім. Аэропорт жақта қою тұман түсіп көрмейсіз бе? Сіздің үйден бірақ шықтық. Одан әрі Якутскіге ұшамын. Қырымда демалып қайтып келе жатқан бетім. Демалысымның бітуіне әлі 2-3 күн бар. Сонан соң Алматы арқылы ұшып, тым болмаса ауасын жұтып кетейін деп ем. Енді бұл жаққа қайтып айналып келемін дегенше қай заман. Оның үстіне қалт еткенде жылт етіп келе қоятын жақында жер емес. Якутск. Якутск деген анау мұз боп жататын жер ме? Иә, мұз боп жататын жер, деді Айтөре күліп. Ойбай, ол алыс қой, алыс болғанда айтпаңыз, жердің түбі. Құдайдың құдіреті, ол жаққа қайдан барып жүрсіз? Сен сұрама, мен айтпаймын, айтсам жылаймын депті ғой баяғыда біреу. Ол деген ұзақ әңгіме. Біреулерге ренжіп кеткенсіз-ау шамасы. Ол да бар. Біреуге ренжіп сонша алысқа кетуге бола ма екен? Солай боп шықты. Тағдырдың дегені осы шығар. Ал мен жүрейін. Ол тағы да жан-жағына қарады. Біз бұл үйге соғыс біткен жылы кіріп едік. Сондағы қуанышымызды айтып ешбір шебер жазушының өзі жеткізе алмас. Ойлап қараңызшы, бармын ба, жоқпын ба деп 4 жыл оқ пен оттың арасында жүрдік. Елде ауру шешем, қалыңдығым қалды. Біз 2 күннен соң үйленгелі отыр едік, бәрінің тас-талқаны шықты. Ақыры оған үйлендіңіз бе? Иә, үйлендім. Соғыстан келе сала үйлендім. Әрине, соныңыз дұрыс болған, тағы бірдеңе басталып кетіп жүрсе. Айтөре Зейнептің сөзіне мырс етіп күліп жіберді. Дегенмен астарлы әзіліңіз бар екен, деді ол есік жаққа жаймен қозғалып. Сізге көп рахмет. Өткен өміріммен жастық шағымен жүздесіп қайта туған айдай бір жаңғырып қалдым. Бұл үйдің әр нүктесінен менің барлық ғұмырым анталап қарап тұрған секілді. Қазір бұл үй сіздерге тар көрініп жүр, ал ол кезде окоптан шыққан біздерге кең сарайдай боп көрініп еді. Осы үйдің босағасын аттап, анау түпкі бөлменің еденіне киіз төсегенде, шешем байғұс қуаныштан көз жасын көл қып жылағаны бар еді. Құдайдың көрсеткеніне мыңда бір шүкір, енді бүгін алса да ризамын деп қойсыншы кәне. Апа, олай демеңіз, жақсы өмірге енді жете бергенде әлімге ризашылық білдіргеніңіз не? Қайта жомарт Құдайдан ұзағырақ ғұмыр тілеңіз. Десем, Құдайдан менің бар тілегенім сені аман көру болатын, жасаған тілегімді берді, енді бүгін кең сарайдай үйге кіріп отырмын. Басқа не керек? Көп тілей берсең Құдайдың да мазасын аласың деуші еді. Сонда қалай ертең бүгін түскелі отырған келініңізді де кермей кетпексіз бе деймін боп салап. Сонда о кісінің уәжден тосылып сасқалақтап қалғаны бар еді. Жоқ, ойбай, келінімді көрмей қалай кетемін, 2 тілегімді берген Құдай 3-шісіне қысастық жасамас деп еді. Өмір дегеннің қызығына адам баласы тойдым деп айтқан ба, соғыста жүргенде біз оны жас болсақ та қарттай түсіндік қой, сондықтан анамды ары қарай жетеледім. Апа-ау, келініңізді көрген соң немереңізді иіскемей қалай кетпексіз дегенімде, ол кісі, қапая, ол немесі тағы бар екен-ау деп шарасы таусылған адамдай күйзеле күрсініп еді. Айтөренің өзі де әңгіме үстінде толқып кеткен болуы керек, сөзінің соңында даусы дірілдеп баяу естілді. Зейнепке бейтаныстың өз өміріне жасаған шолақ шегінісі ерекше әсер етті. Осы бір қысқа ғана сөзден, қысқа ғана еске алудан әңгіме иесінің мейірімділігін, жан дүниесінің тазалығы мен жақсы қасиеттерге байлығын, кешірімділігі мен дархандығын, өмірге биіктен қарап, қыбыр-қыбыр тіршіліктегі жақсылық атаулыны көре білетін, бағалай білетін адам екендігін байқап өткендей болды. Жақсыға жаттығы жоқ боп көрінген осы бір жайдары адамның манадан бері су костюм, дымқыл көйлекпен сыпайы қалтырап тұрғаны оны өз ойының алдында ыңғайсыз сезіндіріп кетті. Адам мен адам сөйлескенше деген күні бойы алушы мен аңдушыдай қақиып тұрғанымыз ыңғайсыз болды. Танымайтын адамдар түнгі судай бір-біріне салқын келетіні бар, оны жылтатында сол сөз шіркін. Сіз келген кезде шайды аузыма апарғаным сол еді, самолетіңізге біраз уақыт бар екен. 1-2 кесе шай ішіп бой жылтып кет. Япырай, мен шишамын ба, әлде сіздің көзіңіз өткір ме, адамның не қалап тұрғанын қайдан біле қоясыз деп Айтөре әзілдеген боп күле сөйледі. Самолеттен қалып қалсам да 2 кесе ыстық шайдан бас тартпас едім.
Онда жүріңіз. Жоқ, жердің түбінен келген кісіні алақандай ас үйге тықпай-ақ шайды осында әкеле қояйын. Отыра тұрыңыз. Зейнеп диванды көрсетті де, ортада тұрған жиналмалы столға кілееңкі жапты. Қазір алыста болғанмен осы үйдің алғашқы иесісісіз. Өз үйіңізден өзіңіз дәм татып кетіңіз. Бұл сөзге екеуі де қосарлана күлді. Айтөре бірнеше минутқа жалғыз қалды. Ыдыс-аяқтың сылдырлағаны естілмесін деді ме екен? Зейнеп ас үйдің есігін жауып алған соң бөлмеде тыныштық орнады. Тек сырттағы гу-гу етіп ұйтқи соққан жел мен сол желден көтеріліп терезені ауық-ауық соққан жаңбыр тамшыларының сытырын ол талай-талай естіп еді-ау. Дивандары да тап осы жерге орналасқанды, өйткені бұдан басқа орынға диван қоюға да болмайтын. Ескі диванның есік жақ шетінде қимылсыз отырған Айтөре бір сәт өзін әрі мүлде жат адамдай, енді бір сәтте осы үйдің күні бүгінге иесіндей сезінді. Уақыт. Сол уақыттардан құралатын адам өмірі десеңші. Бір қарасаң, олардың бұл үйден көшіп кеткеніне бір ғасырдай уақыт өтіпті, енді бір ойлап қараса, бәрі де күні кешегідей ғана. Әне, ана бөлмеден қазір анасы шыға келетін сияқты. Құлыным-ау, келіп қалдың ба? Диванның бір бұрышында неге тұнжырап отырсың? Үстің су ғой деп оған құрғақ көйлек кигізіп, ағарған шашын сипайтындай. Мұның жасы 65-ке келмек түгілі 100-ге келіп, егер ол тірі болса, бәрібір оны құлыным дер еді-ау. Енді бұл үйде мүлде басқа адамдар, басқа дауыстар. Бір кезде өздерімен етене табысып, бұлар болмаса қирап, иесіз қалатындай боп көрінген мына қабырғалар тап сол баяғысынша басқа біреулерге бауыр басып, солармен туыстасып кеткен секілді. Залмен жалғасып тұрған келесі бөлменің есігі жайлап ашылғандай болды. Айтөренің жүрегі лүпілдеп кетті. Оның ар жағынан әлдекім білдірмей, аяқ киімсіз бері шығып келе жатқан сияқты боп көрінді. Құлағына әл үстінде жатқан анасының «Айтөре, ау Айтөре, шөлдеген жоқсың ба?» дегеніне жетті. Өзі ауырып жатып, оның жайын сұрап жатыр. Сөйткен ана, әні, бұл дүниеде жоқ, тек елес боп мұның есінде ғана өмір сүреді. Бір күні мына өмірден бұл да кетеді, сонан соң ана елесі де ғайып болып, ондай адам болмағандай, мына дүниеге ешқашан келмегендей тып-типыл, жым-жырт болады да, оның орнын өзгенің дүбірі басады. Өмір деген сол. Бесік пен молаға дейінгі қас қағым сәтті адамдар осылай өмір деп атаған. Айтөренің тұла бойы дуылдап, көз алды буалдырланып кетті. Өткен өмір елесінің құшағында осылай үнсіз отыра беру оған бір жағынан бесіктей жақса, екінші жағынан бітпес азаптай боп көрінді. Бір кезде осы үйде бұлар уда, шу, азан-қазан тіршілік кешіп еді-ау. Енді өзінен басқа ешкім қалған жоқ. Есебін тауып, адаспай жететін өлім бір күні бұған да құрық салады. Өлім оның өз бойында, ол да анадан туылғанда мұнымен бірге туылған, тап қазір денесінің бір нүктесінде өз сәтін асықпай күтіп, бөденедей бұғып отыр. Айтөре суыққа тоңып, әжімі молайған екі қолын көз алдына келіп, аударыстырып қарап көрді. Кенет өз қолы өзінікі емес, мүлде жай біреудің қолындай әсер етіп, жүрегі дір ете түсті. Ол қолдарын стол астына қайта түсіре қойды. Үлкен күміс подносқа шай жабдықтарын тиіп, ас үйден сөйлеп шыққан Зейнептің даусынан ол селк ете түсті. Қалай, жалғызсырап қалған жоқсыз ба? Деген қарапайым ғана үйреншікті сөз оған жай оғындай әсер етті. Жоқ, деді Айтөре шошынып қалғанына ыңғайсызданып, сол ыңғайсызданғанын сездірмес үшін орынсыз күліп. Күлуіңізге қарағанда әр нәрсе ойыңызға түсіп отырау. Жоқ. Адам қысылса күледі, ит қысылса үреді деген, менікі сол қысылып отырғандықтан шығар. Қысылмаңыз, өз үйіңіздей көріңіз, деді Зейнеп алыс әзілдің ұшын шығарып. Сөйтті де кесеге шай құйып қонағының алдына қойды. Айтөре аузының күйгеніне қарамай ыстық шайды сораптай ұрттап, әне-міне дегенше бітірді де бос кесені Зейнепке қайта ұсынды. Зейнеп өз кесесін қоя салып, оған қою шайдан қайта қойды. Айтөре ай-шай жоқ сораптауға қайта кірісті. Бастапқыдай лездікпен екінші кесені де босатып тастап, өзінің қайда, не істеп отырғанын ұғып алғысы келгендей демін терең бір алып, Зейнепке байыппен бір қарап алды. Көңілім кеуіп қапты-ау, деді ол рақаттана күлімсіреп. Ішіңіз тағы. Айтөре кесесін қайта ұсынды. Қызық-ақ, деді ол басын шайқап. Қырымда демалып жатып дәл осындай үнді шайын,
дәл осындай шайнекке, дәл осындай суға демдеп талай іштім. Бірақ әйел қолынан шыққан шай мүлде бөлек болады ғой деймін. Көлденең адам өзі демдеген шайын мақтағанына Зейнеп іштей риза боп қалды. Кейде судан да болады ғой деп ол кішірейе жауап берді. Осы кезде күні бойы үнсіз тұрған телефон шар ете түсті. Оқ шыққан дауысқа екеуі де жалт қарады да Зейнеп орнынан ұшып тұрды. Әлгі бала шығар, ертайды айтам. Өздері кеп қалу керек еді, неге телефон соқты екен? Ол жүгіріп барып трубканы көтерді. Әлу, иә. Мен ғой, не болды? Неге кешігіп жатсыңдар? Неге кешігіп жатырсыңдар деймін. Таңертең шығамыз деп едіңдер, кеш болды ғой, жаным-ау. Жұмыс? Неғып бітпейтін күйбең ол? Келін қасыңда ма? Кімді? Ағасын күтіп отырмыз. Қайдан келу керек еді? Айналайын-ау, көрмей жүрген ағасы емес, ертең қайта барып шығуларыңа болады ғой. Көп кешікпеңдер. Жарайды, ол трубканы орнына қойып, стол басына қайта келді. Осы балада менің шашымды мезгілсіз ағартып бітті әйтеуір деді, ол Айтөренің баяғыда босап қалған кесесіне шай құйып жатып. Біресе анда тұрам дейді, біресе мұнда тұрам дейді. Әйелі қайда айдаса, солай қарай томпаңдап бара жатқаны. Қазіргі жастар әйелдеріне қарап қарсы сөз айталмайтын мәнжубас боп кетіпті ғой. Адамның намысын келтіреді. Өй, жігерсіз. Кенжеңіз бе? Иә, оны қайдан білесіз? Солай шығар деп топшылағаным ғой. Менің тұңғышым тентек болды. Ой, оның маған көрсетпеген құқайы жоқ. Тіпті соның кесірінен түрмеге де түсе жаздадым. Не дейді, Құдай-ау? Сіздің не кінәңіз бар еді? Баласына дұрыс тәрбие бере алмаған үшін. Ол не істеп қойып еді? Не істеді деріңіз бар ма? Тентекті қой баяғы. Көлге шомылуға бір қора қыз жігіт боп барады да, көңіл көтеру үшін ашы судан біраз ұрттаған ғой. Әбден көңілденіп бірін-бірі суға лақтырып ойнайды. Біздің баламен тағы бір жолдасы, сен неге суға түспейсің деп қыздардың қасынан шықпай қойған бір жігітті бас салып ұстап алады да, екеуі екі аяқ қолынан ары-бері салмақтап тұрып көлге лақтырып кеп жібереді. Әлгі бала әлі шығады, әлі жоқ, бері шығады, бері жоқ, жым-жырт болады да кетеді. Бізді қорқытқалы су түбінде әдейі жатыр деп олар аңтарылып біраз күтеді. Ол көріне қоймайды. Жігіттер мен қыздар абыржи бастайды. Екі-үшеуі суға қойып кетіп тұс-тұстан іздеуге кіріседі. 4-5 минуттан соң оны су түбінен тауып алады. Жігіттің аяқ-қолының сіңірі тартылып қалған көрінеді. Ол жедел жәрдеммен ауруханаға бара жатқан жолда қайтыс бопты. Ары қарай белгілі ғой, екеуі де түрмеден бір шықты. Жігітті суға лақтырған екеуді айтам. Мені қызметтен төмендетті. Сүрінгенімді аңдып жүрген кейбір қулар сол оқиғаны тәп-тәуір пайдалана білді ғой. Адамдардың күресінде аяушылық бар дейсің бе? Енді о балаңыз азамат боп кеткен шығар. Болды ғой деп Айтөре сөзін қысқа қайырды. Одан оның жолы болмай-ақ қойды. Мұзға жығылған түйедей орнынан қалт-құлт тұрып келе жатса, қайта жығылады. Зейнеп Айтөренің қатты күйзеліп кеткенін көріп, ол баланың одан арғы тағдырын сұрауға батылы жетпеді. Екеуі сөзді қалай жалғастырудың ретін таппай, біраз үнсіз отырып қалды. Айtöре өзінің әлгі сөзінен кейін үй иесінің қатты қобалжып, сабыры кете бастағанын сезді. Оны бұл өзінше менің тез кетуімді күтіп отырған шығар.